Шымкенттегі үлкен мешіттің ашылуына атақты каллиграф Осман Тоха Ақсақалдың келуі бұл үлкен тарихи оқиға. Ақсақал 95 жаста. 60 жыл ғұмырын осы Құран кәрімді қолымен жазуға арнаған. Патшаның Құран басатын комбинатынан осы кісінің жазуымен шыққан Құранның саны қазір 500 миллионнан асқан екен. Бұл деген үлкен, әркімге нәсіп етпейтін Алла тағаланың құзырындағы мәртебе деп айтуға болады. Бұл ақсақал араб емес, жалпы түркіден болған, түркі халықтары үшін бір жағынан үлкен мақтаныш болған кісі. Бұл кісі міне осылай Құранды жазып, Құранды әсемдеп, көркемдеп, бүкіл мұсылмандарға жетуіне үлес қосқандығы үшін қажет болатын болса, Меккенің, Мединаның имамдары бұл кісінің еңбегін бағалап, бұл кісіні құрметтеп, сол Құранды жазған қолдарын сүйіп, құрметтеп жүр. Мұндай кісінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында болған жағдай. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды құрметтеп, қолын сахабалардың сүйген кезі болған. Сондықтан біз де осындай ғалымдарымызды және ұлы салих біздің тұлғаларымызды дінге, Құранға қызметі сіңген, еңбегі еленген тұлғаларымыздың құрметтеп, қолын сүйіп, сыйлап жататын болсақ, оның ешқандай да бір әбестігі жоқ. Алла тағала міне бұл кісінің елімізге келген қадамын құт қылып, иншаалла әрбір мұсылманның баласы бұл кісінің өмірінен, осы кісінің еңбек жолынан үлгі алып, тәрбие алуды нәсіп етсін. Әрбір қазақпен, әрбір азаматпен кездескен уақытта ел үшін, сол мұсылмандар үшін, осы біздің отанымыз үшін қайта-қайта дұға етті. Осындай ақсақалымыздың бір ғасырға жуық өмір сүрген тұлғаның елімізге, мынау біздің халқымызға, мұсылмандарға жасаған дұға тілектері қабыл болсын.